Баршаңызға қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын, әрі дәмді болып шығатын 40 қабаттан құймақтардың рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Алдымен 500 грамм 40 қабатты турап аламыз, ыдысымызға саламыз. Үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Және де 500 грамм сүтімізді құямыз. Бір шай қасық тұз, бір ас қасық қант және 50 мл сұйық май құямыз. Блендермен бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Үстіне 10 грамм құрғақ ашытқымызды саламыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Екі 200 грамм ұнымызды електен өткізіп барлығын саламыз. Және қоюлау масса болғанша жақсылап араластырамыз. Бетін пищевой пленкамен орап, 1 сағатқа қойып қоямыз. Бір сағат өтті, мінекей беті көпіршіктеніп, көтеріліп тұр. Табамызды отқа қоямыз. Табамызды бір майлап, 1-1,5 ожаудан орташа отта жақсылап пісіріп алатын боламыз. Ақырындап келесі бетіне аударамыз. Осындай қызарып, дайын болып піскенше ақырын отта ұстайтын боламыз. Мінекей келесі беті де пісті, енді оттан аламыз. Әр массаны құйған сайын табамызды майлап отыруды ұмытпаймыз. Бір жарым ожаудан құйып орташа отта пісіреміз.
Дәл осылай қайталап, табамызды майлап, барлық массамызды құйып пісіріп алатын боламыз. Мінеге достар, біздің қырыққабаттан құймақтарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Бұл құймақтарды қаймақпен де жесеңіздер, дәмі өте үйлесімді болады. Сіздерге де дәл осылай осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі де өте дәмді болып шығады. Достар, менің арнамнан оңай әрі тез дайын болатын рецепттерді үнемі көргілеріңіз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.